Бәріңізге сәлем. Бүгін менің сүйікті салатым мужской каприз салатын жасаймыз. Ол үшін пиязды майдалап турап, шекер, тұз және уксус қосып, қайнаған су құйып 15 минуттай маринадтап қоямыз. Пияз қоспай жасауға да болады. Сосын қайнатылған етті тураймыз. Мен жылқының етін қолдандым. Қайнатылған жұмыртқаны майда үкіштен өткіземіз. Сырды да солай үкіштен өткізіп аламыз. Енді салатымызды жинайық. Бірінші етті, сосын пиязды салып, керегінше майонез құямыз. Жұмыртқа салып, шым-шым тұз себеміз. Майонез құйып, сырды саламыз. Сосын барлығын арасына майонез жағу арқылы қайталап шығамыз. Кальциядан босатып аламыз. Салатымыз дайын. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айнура. Жасап көріп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.